түлектер, көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Бұл жерде біздің мектебіміздің ең үздік, яғни алтын белгіге үміткер және үздік аттестатқа үміткер оқушыларымыз жиналып отыр. Бүгін біз психологиялық тренингімізді бастайық. Яғни бойдағы қорқынышты төмендету. Яғни бала қорқыныш дегеніміздің өзі не екен? Бойымызда қазір біздің ұбт-ға байланысты, ұлттық бірыңғай тестілеуге байланысты сәл де болса не бар? Үрей бар, қорқыныш бар. Бірінші біз бір-бірімізге жылы тілек айтудан бастайық. Қолымызды, алақанымызды қояйық бірімізге. Іңкәр, саған ұлттық бірыңғай тестілеуде өзіңнің алдына қойған балыңды алып, ата-анаңның үмітін ақтап, тек қана жақсы нәтиже көрсетуіңе тілектеспін. Әлия, саған нағыз ұбт-да жоғары балыңа тілектеспін, грантқа түсіп кет. Асылхан, саған нағыз ұбт-да 140 балл алуға тілектеспін. Мерей, саған нағыз ұбт-да 140 балл игере ата-анаға тілектеспін, және де грантқа түсіп ата-ананы мақтауға тілектеспін. Ангелина, саған ата-ананың үмітін ақтап, грантқа түсуіңді тілеймін. Я хочу, чтобы ты добилась своих целей, набрала много баллов и поступила на грант. Сай, мен саған өзіңнің қалаған балыңды алуыңды және де қалаған университетіне грантқа түсуіңді тілеймін. Мен сіздің жұмыста табысты болғаныңызды тілеймін. Рахмет. Енді балалар, біздің бойымызда қазір сәл де болса қорқыныш бар ма? Соны ойымызбен бөлісе кетсек. Әрқайсымыз бір-бір ауыз сөзбен. Қандай қорқыныш бар? Қазір алдыда келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуге байланысты. Қорқыныш жоқ. Қорқыныш жоқ, өте жақсы. Менде қорқыныш жоқ, бірақ сәл де болса кішкене алаңдататын, алдыға қойған мақсатыма жете алмаймын деген ой бар. Менде қорқыныш жоқ, бірақ болашақта таңдалған мамандығым өзіме ұнамай қала ма деген ой бар. Өте жақсы. Ангелина, есть ли страх на подготовке? Страх Бақтай аламын, бақтай алмаймын деген қорқыныш бар. Өте жақсы. Болды. Мына жерде башы қасы. ұбт-да мен неден қорқамын? Ішкі сезімімізді ашып жазу. Сөзбен айта алмаған оқушылар болуы мүмкін. Қазіргі кезде ұбт-да мына жерде сіздерге мотивациялық сөздер берілген, сол сөздерді қазір оқимыз. Кімге қандай түседі екен? Шеңбермен жалғастырып, бірінші алып шығамыз. Мен жайқалған гүл. Мен мейірімді. Мен ғажап жан. Мен мөлдір бұлақпын. Мен әлемдегі ең ғажап жанмын. Мен керемет жанмын. Менің көңіл күйім тамаша. Өте қол соғып қояйық. Балалар, біз ұлттық бірыңғай тестілеуде алдымызға қойған мақсатымыз қандай? Қанша ұпай алдым, Айханым? 140, иә? Барлығымыз келісеміз бе? Сол ұпайға жету жолында біз қандай дайындықтар жасап жатырмыз, қандай мақсат қойып жатырмыз? Сол жолды қазір сіздер басып көрсетсеңіздер мақсаттарыңызды. Солын айта кетсеңіз болды. 140-пен 140-қа. Кітап оқу, конспект жазу, есеп шығару, база жаттау, чек-листтер қарау, 140-пен 140-қа. Алдымен мақсат құру, курсқа тіркелу, курстағы жоспарлармен әрекет ету, кітап оқу, конспект жазу, және де бүкіл тапсырмаларды қосымша тапсырмалармен өту. Курсқа тіркелу, айтқан тапсырмаларды орындау, жоспар құру, нұсқа талдау, кітап оқу, дайындау. Курс оқу, кітап оқу,
база жаттау, нұсқа талдау және де азық-түлік үздіксіз дайындау. Сіздерге таратылған қағазға бойыңыздағы қорқынышыңызды бір ауыз сөзбен жазып, алдарыңызға берілген шардың ішіне салуларыңыз керек. Атап айтып кеттіңіздер, бар ма? Ангелина, жаз. Оқымай. Балалар, осы алдымыздан шарды үрлеген кезде біз ішіміздегі барлық қорқынышты сол шарға шығарайық деуіміз атап айтыңыз, мен бойымдағы қорқынышты жеңемін. Мен ештеңеден қорқпаймын, себебі мені қолдайтын отбасым бар. Мен мықтымын, себебі мен дайындығымды тоқтатпай, күнделікті өз мақсатыма жетуге тырысамын. Уверена. Мен бойымдағы қорқынышты жеңемін. Я добьюсь своей цели, и я в себя верю. Мен алға қойған мақсатыма жетемін, және де мен мықтымын. Мен мықтымын, мен нәтижеге жетемін. Мен өзімнің жоғары балл алатыныма сенемін. Мен сіздердің үздік нәтиже көрсетіп, алға қойған мақсаттарыңызға жететініне сенемін. Бүгінгі тренингтен балалар қандай әсер алдыңыздар? Бойыңызда сәл де болса қорқыныштан арылдық па, үрейден, ұлттық бірыңғай тестілеуге байланысты. Соны айта кетсеңіздер. Бүгінгі тренинг арқасында мен қорқыныштан арылдым. Бүгінгі тренингтің арқасында менде сенім пайда болды. Бүгінгі тренинг маған өте қатты ұнады. Бүгінгі тренинг маған өте қатты көмектесті. Этот тренинг помог мне понять, что я не одна, и все вы молодцы. Бүгінгі тренинг маған мотивация берді. Бүгінгі тренинг маған сенім берді. Ал балалар, сіздерге тренингке қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Сол үшін қол соғып қояйық. Алдымызда келе жатқан нағыз ұбт-дан жақсы нәтиже көрсетіп, тек қана жоғарғы ұпай алуларына тілектеспін.